Қандастың мұңы бітпейді, толғатсамдағы 90 күн. Керей қарсылас дегенде, айналайын ағайын, мен кешегі қастермен мұрагердей еске алдым. Шекараны бұзып өтіпті, ар жағында қызыл от, бер жағында көк шалғын. Жарып шыққан миллиардты жалғасы солар Оспанның. Мен сол екеуін көргенде Махамбет пен кешегі Исатайды еске алдым. Қытайға қайта бермекші, онысын қайтып қоштармын. Онсыз да қазір батырас, осыған миы жетпей ме, жоғары дотқан көп шалдың қозыларына тиіспесін. Қазақ үшін жан берген қайраттай еркек Қошқардың рухым көмілді топаңда, 70 жыл жатқан отарда орақтың ізі жотанда. Бозынген далам күміреніп, бозда бөліп ет ботанда. Азаттыққа жеттік-ау, шығарып жаңа отауға, ұл таптырғандай тоқалға. Ордама келіп бақ қонған осы күніме отауға, еншімді берсін оңынан екі дүниеге соталла. Сондықтан да шұғайып, құр сөзді босқа қопарма. Жұлқынып келген талайлар, жыртылып кеткен соқамда. Егемендікті жырлашы, еніңнен мынау оталда. Тәуелсіздік болмаса, оралға келмек түгілі оралмас едің отанға. Жақсылықты ұмытпас жақсы адамдар. Қаңғып кеткен қандасын жия алмаған қаншама ел мен қаншама патшалар бар. Шүкір қазір бұл күнде азат елмен көк туым төлтенгенмен астанам бар. Ол рас Қытайдағы қандастарды бер қарай азырмайтын тастамалы бар. Жақында екі қандас қашып келді, келетін болмаған соң басқа мал бар. Ал оларды Қытайдың тыншысы деп қара күйе жағуда қасынадандар. Жан сауғалап келгенді жау десеңдер, келуге қорықпай ма басқадандар. Қастер мен мұрагердің қайтармасын осы сөзді жеткізсін қатшы адамдар. Апанынан құтылып келген кезде Айдаһардың аузына